кружкаға арналған қорапша жасайық. Шаблонды 230-270 грамм аралығындағы жылтыр қағазға 5 полей шығарамыз. Кесу үшін сызғыш пен канцеляр пышағын қолданамыз. Сызықтар бойымен артық жерлерін кесіп шығыңыз. Үстелді сызып алмау үшін кесу процесінде кілемше қолданыңыз. Шаблон үстіндегі ақ пен белгіленіп тұрған жерлерді де ұқыптап кесіп шығыңыз. Түбін 4 жағынан кесіп, артық жерін алып тастайсыз. Келесі бөлікті дәл солай сызықтар бойымен қиып шығыңыз. Көрсетілген жерлерді де кесіңіз. Мына 2 жерден беговка жасаймыз. Беговка жасалған жерді ұқыптап бүгіп шығамыз. Мына бөліктің 4 жағынан беговка жасалуы керек. Доска для беговки алсаңыз, жұмыстарыңыз өте ұқыпты көрінеді. Мына көрсетілген жерге де беговка жүргізіп, ішке қарай қайырамыз. Жабыстыру үшін клей қарындаш қолданыңыз. Міне түбін осылай жалғаймыз. Жақсы жабысу үшін жабыстырған жерді ұзақ ұстап тұрыңыз. Енді екінші жағын жабыстырамыз. Қорапшамыз ақырын жиналып келе жатыр. Соңғы бөлшегі қақпағы. Оны видеода көрсетілгендей бірінші арт жағын жабыстырып, сосын 2 кішкентай бөлігін жабыстырамыз. Лентаны кружканы қоймай тұрып өткізіп алыңыз. Ол процесті түсіруге ұмытып кеттім. Видео пайдалы болса, лайк, коммент қоюды ұмытпаңыз. Рахмет.